Армысыздар ардақты әлеумет. Кәсіпкердің келесі кейіпкері қазақи ою өрнекті құрақ көрпеге тігіп өрнектеп жүрген қолөнер жұмыс жайлы болмақ. Қыз жасау жайлы бүгінгі шығарылымда кеңірек білетін боласыздар. Қыз жасауын тапсырыспен тігіп өз ісін, өз кәсібін өркендетіп отырған Салтанат есімді жас кәсіпкеріміздің тігін шеберханасындамыз. Сәлем Салтанат. Саламатсыз ба? Жұмысыңыз қалай болып жатыр? Жақсы болады жұмыс. Қалай, қыз жасауына тапсырыс көп па? Ойдағыдай негізі өзімізге күнделікті бұл. Қарамаңызда бірнеше қызметкерлер бар екен. Иә. Қаншама қызметкер бар? 4-5 бар шығар? Әзірге 4-5 бар. Болашақта енді 15-20-30-ға дейін барады деген ойдамыз. Иә, дамыту ойымызда бар. Салтанат, қыз жасауына не кіреді? Міне бізде қыз жасауына 6 көрпеше. Ашып көрсетейік. Иә. Бұның ұзындығы қанша? 2-30 болады. 2-30. Бұны ою өрнегін өздері таңдай ма, әлде сіздер? Өздері таңдайды. Өздері таңдайды. Ұсыныс айтасыздар. Біз ұсыныс тастаймыз. Және түстерін де өздері таңдайды. Өздері таңдайды, иә. Біз тек жаңағы... Мысалға, қыз жасауында 6 көрпеше дедіңіз. 6 түрлі түсте болуы шарт па, әлде? Жоқ, негізі бір түсте береміз. Бір түсте бересіздер ғой. Сонда әдемі көрінеді. Әдемі көрінеді, иә. Тағы? Міне 6 көрпешесі. Міне 6 жастығы, мынандай. Мынандай 6 жастығы. Шетіне шашағымен, оюымен, құрағымен. Жақсы. Клиенттің қалауына байланысты. Міне бізде. Мынандай бір шай көрпешесі. Ол шай көрпеше дегенді сіз өзіңіз түсіндіріп айтыңыз. Өйткені оңтүстікте шай көрпеше деген мен сізден бірінші рет естіп тұрмын. Міне келіннің астына төсейтін шай көрпешесі. Бұдан қанша? Біреу. Бұдан бір дана. Бір дана барады. Міне. Сосын мынандай махаббат көрпесімен махаббат жастығы барады. Қыз бен балаға. Махаббат жастығы бұл қанша метр шыға ма? 1,5 метр ғой, иә. Бұдан қанша дана? Біреу. Бұдан бір дана, бір махаббат көрпесінен бір дана барады. Екеуі комплекті. Тағы не кіреді? Бұныңкіне 6 жастығы, 6 көрпешесі, мынандай 2 комплекті болады. Бұны негізі көбіне дивандарға қояды ғой. Диванның бетіне. Мен сіздерге айтып өтейін, мен мысалы Қазақстандағы түрік жанында дүкендеріне осындайды көремін. Енді бағасы удай. Өзіміздің отандық жанында өнім ретінде де мысалы қараңыздар, түрлі түсті бірнеше түрі бар, бірнеше мынандай әшекей бұйымдарымен мысалы қараңыздар, ешқандай да шетелдің өнімдерінен артық болса артық, кем емес деп айтар едім. Бұл маталарды сіздер қайдан тапсырыс бересіздер? Бізде қазіргі уақытта Алматыдан тапсырыспен алып. Алматыдан тапсырыспен. Мына шашақтарды Алматыдан ба әлде? Жоқ, бұл қазір Шымкенттен келеді. Шымкенттен келеді ғой, иә? Жақсы. Бұлардың маталардың бір рулондары әйтеуір қолжетімді ма, әлде қымбат па? Жоқ, әзірге қолжетімді. Қанша? Құпия болмаса. Және ол бір рулонда қанша метр болып келеді? 50 мың. 50 мың және қанша метр? Әрқалай ғой. Әрқалай болады ғой. Әрқалай. Кемі бір 50 метр шыға ма әлде одан? Жоқ. Аз шығады ғой. 40 метр, 38 метр. Бір қыз жасауына қанша уақыт кетеді? Мысалға, тұрмысқа шығатын қыздарымыз келіп, 3 күнде, 1 аптада десе бітіріп бере аласыздар ма? Кемі 1 апта ғой. Кемі 1 апта. Тапсырыс көбейіп кетіп, бір кешіккен сондай бір кездеріңіз болды ма? Жоқ, ондай болмайды. 1 апта. Ою бар, бұның құрағы бар. Бәрін заказбен тіктіріп, мынандай қылып өзіміз қыздарымыз басады, мынаның қыздарымыз тігеді. Қолдан, бәрі қолдан кететіні. Астарын өзіне саламыз, самоғы мынандай болады өзіне. Бәрін көрсетіп, ашып көрсеткен самоқтары да сапасы жақсы, жанында ешқандай да жұқа болмаса не болып тұрғаны жоқ, сапасы жақсы, ашылып жабылу оңай. Ашылып жабылу оңай. Бұған енді мақтаны сіздер саласыздар ма? Мақтаны клиент өзі салып бер десе, салып береміз. Мақтамен 4 кило мақтамен салып. Бір көрпеге 4 килограмм мақта кетеді. 4 кило мақта кетеді. Қыз жасауының енді бағасы қанша? Енді бәріміз білейік. Бағасы кемі 130 мыңға барады. 130 мыңнан басталады ғой, бір миллион тұратын қыз жасаулар жоқ шығар енді? Ондай жоқ. Ондай болған емес. 200-ге баратын бар ма қыз жасауы? Әлде сол 130 мың шеңберін аясында? Енді ары кеткен 150-ге барады. 150-ге барады. Ол мақтасымен десеңізші? Жақсы. Енді Салтанат, осы іске сізді бір баураған адамдар бар ма? Ұстазыңыз бар ма? Әлде жалпы бұл ой, бұл идея қалай келді? Негізі ұстазым өзім әпшем бар. Өзіңіздің әпкеңіз. Идеяны айтқанда әпкеңіз. Иә, ол кісі. Енді істеріңізге береке берсін деп айтқым келеді, өте әдемі. Сосын мен мынаны сұрағым келіп отыр, осы оюларды енді оюдың өрнегі түрі көп. Бұны сіздер өздеріңіз таңдап
жоқ, жалпы бұл оюларды жаңағыдай қалай таңдайсыздар, қанша түрін қолданасыздар? енді әзірге қанша түрі деген білмеймін, бірақ клиент қалай айтады, мысалы мына қошқар ою, мынау қазіргі, иә, түйе табан дейміз, бота мойын дейміз, әрқалай, міне, иә, түлкі бас дейміз. мынада да бар, міне. Клиент өзі қалай қалайды, солай оюмен істеп береміз. Мына да басқа, міне мына да басқа оюның бәрі. Иә, әрқайсысы әрқалай, бір-біріне ұқсамайды дейсіз ғой. Сіздің жалпы енді осы тігіншілікке қызығушылығыңыз қашан оянды? Өз бала кезден өзі тігуге? Жоқ, бала кезден, жоқ бізде. Сіз осы әпкеңіз идея айтты, бірден алып кеттіңіз ғой. Бір үйренуіңізге, осы істі жалпы жетік меңгеруіңізге қанша уақыт кетті? 1-2 жылдың уақыты болды. 1-2 жылдың уақытысында сіз өзіңіз әпкеңіздің көмегінсіз-ақ бір қыз жасауын шығара бересіз ғой. Иә. Жақсы. 1 апта уақыт болса болды. 1 апта уақытта жаңағыдай қанша қыз жасауын тіге аласыз? Бір ғана қыз жасауын ба? Жоқ, 1 аптада 1 қыз жасау. 1 қыз жасауын, иә. Қанша уақыт кетеді? Бір күніне мысалы қанша сағатыңыз арнайсыз? В общем, азанда 9-да кірем, кешкі түнгі 1-2, кейде 12. Түнгі уақытқа дейін істейсіз ғой. Енді түнде тігуде қиын, мысалға жарық бәрі де көзге әсер етеді. Ол жағынан ешқандай, денсаулық жағынан ешқандай тігіншіліктің несі жоқ қой, зияны жоқ қой, иә? Әзірге қиынын көріп тұрған жоқпын. Енді әрбір жеке кәсіпкер өзінің кәсібін кеңейткісі келеді, табысын арттырғысы келеді. Жалпы болашақта қандай жоспарларыңыз бар? Жоқ, әлде ойымыз бар. Енді біздің бастағанымызға кемі 2 жыл енді болды. Әлде де көркейткіміз келеді. Әлде де мынадан басқа көрпешенің түрін шығарғымыз келеді. Әлде де дамытатын ойымыз бар негізі. Жақсы. Менің тағы бір жалпы мысалға оюлар, енді қазақтың оюлары тек қана мысалы көрпе төсекте емес, үй жиһаздары болсын, киімдері болсын, тұрмыстық мысалға ыдыс аяқтарымызда болсын, тіпті әшекей бұйымдарымызда бар. Сіз енді осы қазақтың төл өнерін дәріптеп жүрсіз, және де енді нағыз қол өнер шеберсіз деп айтқым келеді. Енді қазір бүгінгі заманда бояудың да, маталардың да түстері көп. Кезінде осы бояуды шығару үшін жағы ағаштардың қабығын диірменге өткізіп, қайнатып, өсімдіктердің тамырларынан әзердегенде шыққан ғой. Жалпы сіздерде ою осы матаның қанша түрлері бар? Бір 100 шақты түрлері бар ма, әлде бір 10-ның аясында ма? Жоқ, 100 жоқ бізде. Қанша матаның түрлері сіздерге келеді? Және де ол түстерін өздеріңіз таңдап аласыздар ма? Иә, өзіміз мысалы бізде жақсы өтеді-ау, мысалы клиентке ұнайды-ау деген. Міне бізде мына қызыл, ашық қызыл, осы қызыл. Я, мына көк цвет бізде қазіргі. Мынау жасыл цвет біздегі, я. Және де мен байқап отырмын, мына алтын түсті, сары түстерді. Ол бұл бір байлықтың, бір сондай бір молшылықтың, бір сондай оның үстіне жаңағы көрпешелікке де әдемілік береді. Бір бағалы бір бұйымдар. Және де мата бұл велюр, я? Я, турецкий велюр деп аталады. Өте сапалы, жаңағыда ешқандай да қолдана беретін. Жыртылайын деп тұрған жоқ. Қанша жуса да өзінің реңін сақтап қалады. Өзінің реңін жоғалтпайды. Өзінің реңін жоғалтпайды. Тамаша, әдемі. Жалпы қыздар енді тек қана сіздер оңтүстіктің қыздарына жасамайсыздар ғой? Жоқ, батыс жақ. Қазақстанның ішінен сол батыс жақты сұрайын деп отырмын. Тапсырыс көп келе ма? Өздері келе ма, әлде әлеуметтік желі арқылы сіздер тауып ала ма? Әлеуметтік желі арқылы. Сіздерге тауып, ал оны қалай жібересіздер? Қалай жібергенде? Жағы поштамен де жібере бересіздер. Поштамен жібереміз. Сосын жаңағы өзі баратын камаздар. Жалпы әйтеуір жеткізіп береміз десеңізші, ажақтан күтіп алады. Енді сын айтқан осы бір тапсырыс берушілер болды ма? Әлде бәрі рахметін айтып, ырзашылығын білдіріп, мынандай көрпешені тігіп отырған, жаңағы неғып отырған адам алғаннан кейін жұрттың бәрі рахметін айтады. Мұндай реніш болған ешкім болмады. Бейнетің қатты болса, жейтін наның тәтті ғой? Жоқ, өзіміз келген клиентке мысалы тапсырыс берер адамға айтамыз ғой, мысалы құрақтың астарына да өзіміз жаңағы бояу шықпайтын, жаңағы ақ түсті матаны саламыз. Иә, мысалы мынау енді қымбат мата ғой қазір. Мынаның астына мысалы қызыл анандай шыт салып қойсақ, мысалы бояу шығады. Ондай салмаймыз да, мысалы клиентке қай жағы удобно, жақсы, мысалы ертең ұялмай. Бірінші кезекте тапсырыс берушінің жағдайына қарап бағалайсыздар ғой.
тамаша. Ең жақсы жағын айтамын сол үшін. Жалпы бар өнерлеріңізді саласыздар ғой. Иә. Жақсы, рахмет. Енді күн демей, түн демей, осындай бір өнерді қолға алып, қазақтың қыздарына жасап беріп отырсыздар. Жалпы сіздерде бір қол өнершілеріміз бар да, біздің дәстүріміз өлмейді деп айтар едім. Сізге жаңағыдай рахмет айтамын, сұхбат бергендеріңізге, уақыт бөлгендеріңізге, мынандай тегін шеберханаларыңызға кіргізіп, ағынан жарылғандарыңызға көп рахмет. Істеріңіз өркендей берсін.